Түркістан облысы Кентау қаласы Қарнақ ауылы сұрану желісінің іргелес аймағын салу бойынша қоғамдық тыңдауға келіп отыр екен. Баяндамашы Жаппар Нариман ағамыз. Соған сөз берсек. Саламатшылар қауым, бүгін қоғамдық тыңдау сіздердің Қарнақ ауыл округінің қоқыс сараптау желісінің іргелес аймағын салу дейді. Жаңағы қалдық нелерімізді полигон түбі деп айтқаншыда оны жаңадан салынатын болады сіздердің қолдарыңызға. Полигон елді мекеннің тыс жерінде орналасқан болады. Қарнақ елді мекенінің бір нәрсені келісіп алсақ, ағамыз орысша айтса қалай бола ма? Мынау не сол кезде жаңағы полигон түбі салынады сіздерде, сол не сол кезде жаңағы ортаның қоршау несіне келесі жұмыстар орнатылады. Жаңағы строительный работаларда жаңағы кәдімгі жаңағыдай экскаваторлар, сосын автотранспортный, сосын битумный жұмыстар жүргізіледі жаңағыдай. Сосын земляный работа жерді қазатын нелерді бар. Бұл санитарный экономический не бойынша 1000 метр болу керек жаңағы населенный пункттан қанатырсын. Бұл жерде жоба бойынша 1,5 шақырымда жаңағы 1,5 тонна орналасатын жері полигон. Одан кейін қазіргі не линия сортировки дейді, бұл бұрын просто әкеп КамАЗбен төгіп кете беретін еді ғой. Қазіргі сондай жаңадан шыққан линия сортировки дейді жаңағыдай, қалдықтарда деген. Жерде жаңағыдай не бөлектейді жаңағы ағаштың бөлек, қағаздың бөлек дегенде темір кесектердің несін бөлек, пластмассты бөлек не алады жаңағыдай. Сортировка жасалады, сосын анау әр полигонның несі көлемі где-то 2,5 гектарда жаңағы. Так, сіздерде 3 гектар получается. Сонымен соның әр несінде салған жерде астына мынандай қазір геомембрана дейді жаңағыдай 0,5 мм несі. Соны төсейіп, сосын әр несін үстінен тағы сондай 1,5 метрден кейін қайтадан сонымен алдымен пресстеп не алады. Одан кейін барып не алады жаңағы үстінен тағы қайтадан пленка жаңағы геомембрана деген сондай не алады төсейді. Одан кейін тағы нелер полигонның мерзімі 15-20 жылға не алған жаңағыдай. Продолжительный жаңағыдай несі, жұмыстың несі, атқаратын. Сосын бұрынғыдай ол бөлек жаңағыдай нелерді сортировать етіп, сол полигонға не алмайтын заттарды оларды жаңағы басқа неге береді, жаңағы басқа нелерді, отбаттардың нелерді. Несінде уже бұрынғы жаңа несінен полигондарға жаңағы қоршап, сосын жан-жағына тал егілетін болады. Полигонның несін. Соны специально қаласа жаңағыдай тал егіліп, жаңағыдай сосын қоршалу болады. Сосын өрге жаңағыдай несін специально жаңағы су не алады, сосын жаңағы күзет болады жаңағыдай ол неде полигонды бір адамның несіне. Одан кейін постоянно бір не тұрады жаңағыдай. Экскаватормен соны нелерді не алатын, сосын ана не сортировочный линиясында тоже өздерінің адамдар болады жаңағыдай. Сөйтіп жасайтын кезде. Сол осылай қысқаша айтқаным, осылай полигон сіздердің несін салынатын осы Қарнақ ауылдарында. Сұрақтарыңыз болса, не ұсыныстар айтып. Примерно қашан бұл негізде осы жылдың 2023-тің несінде августа ма, сентябрьде болған басында. 23-те ма? Осы 23-тің аяғында бастайды ма білмейді, как несі. Біздің старый полигон. Жобасын істеп береміз ғой, жобасын істейміз, оны кейін әкімшіліктің нелерінде тендер жаңағы не бар ғой, сосын сол қан адамдар жасайды жоба бойынша.
Мусор переработкамыз? Я, бұл переводка емес, сортировка. Сортировочный деймін. Переводка болсын, завод салады ғой, болсын. Ол уже басқа не. Азыр бізде полигонны білесіздер әмеңіз. Сортировка ана басқа жаққа алып кетеді, не пластмасын алып кетеді, анасын алып кетеді, сондай болады. Сортировочный дейді установкада. А ондай мусор перебаш ол кәдімгі завод болды ғой, адам істейді, ол бөлек салынады. Сосын тағына замечаниялар берген жаңағыдай морфологический состав деген неден департамент экология Түркістан облысына. Одан кейін олардың бәрі есінде жобасында бар. Одан кейін жаңағы ликвидационный фонд дейді, жаңағы 15-20 жылдан кейін полигон толғаннан кейін оны топыраққа не болды, рекультивация жасайды, жаңағыдай сондай сол ликвидационный фонд деген соны сол өзі құрылады жаңағы. Экологияға зияны бағаны жоқ, бұл сіздерге жоқ, санитарный норма бойынша 1000 метр болу керек, 1 километр дегенде. А бүйетте біз не бойынша артқымен 500 метр, 1,5 километр не қойдыңыз да? 1,5 километр жаңағы несін, қашықтың неден, ауылдан. Сонда не, заң бойынша даже 1000 метр деп аталады да жаңағы неге полигондар. Артқымен алатымыз да жаңағы келесін. Ауылға несі кеме көріп тұр, иә? Бұл завод емес, не емес, просто сіз ол кен үстімен пленкамен жауып не алады деп жасап деп, новый өкіметтің несі ғой, государственный бюджетный бұл салынатын не, ол жекеменшік не емес. Старый полигон бар ғой, соның үстіне саған қалай жатқанын ғой? Жоқ, басқа жерден бар. Басқа жерден салынады қазір. Анау полигон тегістеліп? Ол тегістеліп не алады, ол несін бойынша. Сол ондай салынады. Мусор машиналар болады. Жоқ, енді иә, ол уже әкімшіліктің нелері шешеді. полигон Мына кімдерге сұрақ беріңіз, қана адамдар отыр. Кентау қана адамдар отыр, солар жауап бересіздер. Машиненен. Енді біз өзіміздің ауылда ол ана салынып жатса, сортировочный анандай ішінеге бөліп қоятын неден қойса. Оны жасау керек. Дәнешім ғой ол. Дәнешім, анау өзі полигонның ішінде сортировка. Иә, ана полигонның ішінде Уже ана түсірмей тұрып, сол кезде сортировка жасайды да өзі. Жайылғанмен бірге салып, ақпаратмен жақсы ғой. полигон бойынша экологияға тиісті қатысты вопростарыңыз болса, сұрақ қойсаңыздар болады. Шыдан басталды. Шай. Қорытындылап бересіз ғой, бір ауыздан келісеміз ғой деп. Қорытындылап бересіз. Арал не сияқтылар деп ойлайсыз ба? Жоқ, полигон не болғаны сіздің ауылдан қоқыстыратын несі болғаны екен. Ол просто санитарный защитный. Бізді ауылда яғын қайта полигон салынай деп жатыр, жоспарланып жатыр. Шуңа біздің ауыл тұрғындардың келісім аман. Мұндай текегенде, қысқа текегенде. Баяғы достандарды сағал өсіп, көшеде адам үшіп, жақтарын қоршап, кет айланасыға дарақын әкеп, баяғы суын ақтарып, жолын сап, освещениесі, ақтанасы. Әгер баяғы мұсыларды бөлген екен, алып кетеді, я? Керек-керегінде, керек-керегінде ада жерде Шуңа сіздер не дейсіздер? полигон. Қарсылық жоқ шығар, яғын полигон салуға ауылда. Сіздер мәселен өздеріңіз көріп жатқан полигон бардық мұндай шешкен сол.
Bu Portu'na gelgende onlar tartı емес. O? Tartı емес. Yok, soны қолдаймыз деп айтыңыз осы мені Негізі басқа ауылда емес, біздің автобустар келеді, иә, басқа ауыл. сіздің жоқ, сіздердің өздеріңіздің ауылдарыңыз. Аты бізде бір не бар да, бір ауыл сасы басқа ауылдарда айтып жаман біз онан не ұладым істеген дегендей. Жоқ, ол үшін андай қарауыл жаңағы қойып қойды, охрана жаңағыдай қоршап Hem o қойды. дальнейшем егер салып болғаннан кейін Иә, сөйтеді ғой енді. Потому что енді установкасы бар жаңағыдай кәсіпорын, соны ол үшін адам. Бұнда қорытындыласақ, бәріміз келісеміз онда. Қолдайсыздар ғой, иә? Tamam. Оған түсіндірді мына жаңағы полигон ТПО-ның Қарнақ ауылының округінің, иә. Рахмет. Айтатыныңыз бар ма?